Армысыздар, ардақты азаматтар. Бүгінгі 7 мамыр Отан қорғаушылар күні мерекелеріңіз құтты болсын. Қалқымызда ер елінің қорғаны деген аталы сөз бар. Біз осындай жандардың ержүрек істеріне сай сый құрмет көрсете отырып, отбасыларыңызға амандық, береке бірлік, еңбекте жеміс пен шығармашылық табыстар тілейміз. Сіздердің құрметтеріңізге арналған мерекелік тәрбие сағатымызды қабыл алыңыздар. Мейрамдарың құтты болсын, жігіттер. Болмасынша көңілдерің көптер. Мейрамдарыңмен аға-ана бауырлар, орындасын алға қойған үміттер. Қазақ жігіті керемет қой арасында, жауапкершілік бар олардың басында. Өзге ұлттардың жігіттері түк емес, кереметтей қазақ жігіттің жанында. Күтіп тұр ғой бізді алда сан арман. Қазақ жігіті бақытқа тек жаралған. Қазақ жігіт Қытайдай көп жан емес, асты олар аз көп қана таралған. Жүрекке адалдықтың исен гүлін, азайып келешектің төккенін, ардақты ағаларға шын көңілін жолдаймыз алғыс пен сәлем бүгін. Жете бер аңсап күткен тілегіңе, қылаудай дақ түспесін жүрегіңе. Отанның, ел жұртыңның мақтаны ол, алды бол қатарының бұл өмірде. Отағы той, әр күндері той, өмірлері той, көңілдері той. Аққудайын бұл менің киелі елім, Қазақстаным, отаным. Онша сұлу болмасаң да сүйер едім. Жау алдында тайсалмас ердің жүрегі, біз боламыз ертеңгі ердің тірегі. Ұйқы көрмей түн қатып бейбіт ел үшін, қасқанды қиямыз қазақ жер үшін. Мен жауынгер дала қыраны, туған жерді қорғайтын сақшы қырағы. Адымда, саппен адымда, отан үшін, ел үшін әскер ұраны. Мен жауынгер, қазақ ұланы, отан сөзі жүректе әркез тұрады. Адымда, саппен адымда, Қазақстан кең байтақ мәңгі тұрады. Отаным менің Қазақстан, қарызбын саған әрқашан, азаматтық борышты өтеуге мәңгі талпынам. Отаным менің Қазақстан. Ардақты ұландар, отанға адал, елге қайырымды, отбасына мейірімді болыңыздар. Жүректеріңіз оттай лаулап, жандарыңыз әрдайым жас болсын. Қайратты, мақсатты болыңыздар. Біздің тәуелсіздігіміз бен тұтастығымызды, тыныштығымыз бен бейбіт тірлігімізді қас қақпай күзетіп тұрған, халқымызға қорған болған ұлттық әскеріміздің айбыны арта берсін.